Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз сіздермен 3 ғана саттан керемет пирог жасайтын боламыз. Бізге ол үшін ең алдымен 200 грамм айран, 250 грамм құмшекер және 200 грамм ұн қажет. Ең алдымен ыдысымызды алып, айранымызды салатын боламыз. Қол жетімді заттармен сіздер де дәл осылай пирог жасай аласыздар. Және де құмшекерімізді салып, екеуін жақсылап араластырамыз. Бес грамм сода қосамыз. Сонда пирогымыз пышный, әдемі болып шығатын болады. Және де ұнымызды бөліктерге бөле отырып, араластырып, бізде қоймалжың масса шығатын болады. Бұның арасына сіздер пісіргеннен кейін арасына шоколад жағып, немесе крем жағып торт жасасаңыздар да болады. Бетін өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Көбінесе сахарная пудра, крахмал, вареная сгущенка жақсаңыздар болады. Және де біз осындай формамызға пергамент қағазын жабыстырып, осындай тесті дайын болады. Осыны салатын боламыз. Және де қызып тұрған пеште 200 градуста 25-20 минуттай пісіріп аламыз. Осылай салып алып, пешке пісіріп алатын боламыз. Міне біздің пирогымыз дайын. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әрлесеңіздер болады. Сахарная пудра, немесе сгущенка, вареная сгущенка деген сияқты. Өте жылдам дайын болады. Сіздер де үйде дайындап көрсеңіздер болады. Өте жұмсақ. Үш ғана заттан дәл осындай пирогты жасасаңыздар болады. Дастарханның сәнін ашады. Менің арнама тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта жеңіл әрі оңай дайындалатын рецептілерді өте көп салатын боламын. Піскен пирогымызды дәл осылай кесіп, дастарханға ұсынсаңыздар өте керемет. Және де дәмі тіл үйіреді, шаймен бірге күшті. Рахмет айтып жейсіздер.